Қайырлы күн көрермен. Бүгін әлеуметтік желіде әр апта сайын жарияланатын Калькасыз қазақ тілі айдарын қазақ тілі білімі кафедрасының қауымдастырылған профессоры, филология ғылымдарының кандидаты Бектұрсын Аманқұлұлы Қалиевпен сұхбат түрінде өткізуді жөн көрдік. Қайырлы күн ағай. Қайырлы күн. Ең алдымен осы сұхбатымызды бастамастан бұрын калька аударма жайлы түсінік беріп кетсеңіз. Жақсы, рахмет. Енді қазіргі уақытта ғылым мен техниканың күн сайын ғарыштап дамуына байланысты тілде де түрлі өзгеріс болуда, оны өздеріңіз жақсы білесіздер. Тілдің дамуының ішкі және сыртқы факторы бар дейміз, ықпал ететін, әсер ететін. Соның бірі мына сыртқы фактордың бірегейі деп айтсақ болады, ол калька деген мәселе. Калька енді кірме сөз, оны өздеріңіз жақсы білесіздер, халықаралық термин. Француз тілінен аударғанда сөзбе-сөз аудару, сөзбе-сөз сөздер мен сөз тіркестерін қолдану дегенді білдіреді. Яғни сол кірме сөздердің барлығын немесе қазақ тіліндегі ұғымдарды, сөздер мен сөз тіркестерін сөзбе-сөз аударып пайдалану дегенді білдіретін кең ауқымды ұғым деп қабылдауға болады. Жақсы, осы калька аударманың қазақ тілінің стилистикалық ерекшеліктеріне тигізетін әсері бар ма? Әрине, енді біздің өміріміздің өзі қазір калька болып кетті. Жалпы өзі таза тіл деген болмайды. Тілдің дамуы, тілдің қалыптасуы деген мәселе ол күрделі мәселе ғой. Қай тіл болсын өзінің тілінің тазалығы үшін күреседі. Ол тілдің ішкі иммунитеті деген бар. Сол иммунитеті әлсіз болатын болса, сол тілге кірме сөздер келіп орнығады, қалыптасады. Әрине, ол сөзді мағына жағынан, семантикалық жағынан өзгеріске түсуі мүмкін. Кальканың тиімді де, осал тұстары да бар екенін жақсы білеміз. Жаңа өзім айтқандай, бүгінгі ақпараттық кеңістікте біз калькасыз жұмыс жасай алмайтын болдық. Неге десеңіз, ағылшын тілі, орыс тілі, әлемдік тілдердің ішінде үстемдік алып отқан тілдер, сол тілдер арқылы біздің тілімізге қаншама сөз еніп жатыр. Сөз қолданыстары, оралымдары барлығы дерлік біз калька тәсілімен, калька жолымен алып пайдаланамыз. Әрине, оның барлығын тиімді, ыңғайлы қолданып жатырмыз десек, артық айтқандық болады. Неге десеңіз, сөзбе-сөз аудару, ол ұлттық танымды, тілдік дәстүрді жойып бара жатқан жағдайы бар. Мысалы, оны біз өзіміз күнделікті қоғамдық тіршілікте, жарнама тілінде, өтпе жолдарда, көшедегі түрлі мекеменің маңдайындағы тақтайшалардан сол калька тәсілімен аударылған сөз оралымдарын, сөз тіркестерін байқаймыз. Бірден қараймызда, ол қазақи танымға жатты, ұлттық жаңағы тілдің заңдылығына сәйкес келмейтін көреміз. Енді ол туралы қаншама мақала жазылып жатыр, газет журнал бетінде мәселелер көтеріліп жатыр. Әрине, ол бірден орындала қоймайды, қате бірден түзеле қоймайды. Неге десеңіз, көш жүре түзеледі дейміз ғой. Соның негізінде біз сол мақалаларды оқи отырып, ой елегінен өткізіп, сараптап, саралап, жаңағы тиісті шешім шығаруымыз керек деп есептеймін. Қате қолданыстар дейміз ғой енді. Қателіктер дейтін болсақ, әсіресе мына көшеде кетіп бара жатып байқайсыз, автомойка дегенді өзін-өзі көлік жуу деп жазып қойған. Бұл енді сөзбе-сөз аудару ғой. Енді оны қазақшалағанда, тәржімалағанда өз көлігін өз жу деп берсе де болар еді. Немесе біз ашылдық дейді, жаңа дүкен, жаңа дәріхана ашылатын болса. Бұл да орыс тілінен сөзбе-сөз аудару, орыс тілінің грамматикасына да осындай қолданыстардың өзі сәйкес келмейді екен. Оны қазақшалағанда жаңа дүкен ашылды, жаңа дәріхана ашылды, немесе алдарыңызда жаңа дүкен, жаңа дәріхана деп айтса, әлдеқайда тиімді, көңілге қонымды болған болар еді. Енді бұл жерде сол кәсіпкерлердің дейміз, сол кәсіп иелерінің пайдаланатыны ол қысқа нұсқа болу, соған көп қаражат жұмсамау керек екен.
бұның астарында әрине бізге тілдің тағдыры деген мәселе, тілдің тазалығы деген мәселе жатыр. Қай ұлт болсын, қай мемлекет болсын, өзінің тілінің ертең үшін, болашақ үшін жұмыс жасайды. Біздің жаңағы аудармаларымыздың барлығы калька жолымен жасалғанда, мысалы қараңыз, қай ұлт болмасын, қай халық болмасын деп қолданамыз, ол орыс тілінен сөзбе-сөз аудару. Какой националист не был деген сөз ғой. Көрдіңіз? Керісінше ол болсын болу керек, болмаған нәрсе қалай болады деген секілді. Енді осындай дүниелерді біз көптеп табуымызға болады. Нарықтық қатынастар дегенді бір жерде базар қатынасы деп берген секілді. Енді көп енді оны газет, журнал бетінде жазып жүрміз. Осыдан біз қорытынды шығаруымыз керек деп есептеймін. Жақсы, калька аударманың кемшілік тұстарын айтып кеттік. Енді тиімді тұстары бар ма? Әрине, енді тіл тек қана өзінің мүмкіндігімен, өзінің заңдылығымен ғана дамып қоймайды, ол басқа да тілдердің ықпалы, әсері болады. Сол уақытта мына түрлі ғылым саласына қатысты терминдерді пайдалануда, түрлі синтаксистік конструкцияларды, оралымдарды пайдалануда біз сол кальканы алуға мәжбүрміз. Өте тиімді, ыңғайлы қолданған, жалпы халықтық қолданысқа ие болған, көпшіліктің жаңа көңіліне жаққан дейміз ғой, сондай қолданыстар бар екені рас. Мысалы, түймедей түйедей ету, көзді қарашығындай сақтау деген секілді. Немесе кредиттік жүйе дейміз. Енді бұл да өте жақсы аударма, сәтті аударма, сәтті калька деп айтуымызға болады. Енді осындай дүниелерді алып пайдалануға болады. Себебі біз ол жаңағы кірме сөздерді пайдаланып, сол белгілі бір тұжырымды, ұғымды жеткізуде калька жолының тиімді тұстары бар. Енді әрине бұл жерде оның барлығын жан-жақты таратып айту мүмкін емес. Ол үлкен бір зерттеудің жаңағы мақалаларының ауқымында айтуымызға болады. Енді жаңа кредиттік жүйе дегенге тағы айта кетейік, бұны кей жағдайда біз несиелік жүйе деп аударып жүрміз. Несиемен оқыту. Бұл жерде қарызға, жаңағы белгілі бір банктен қарыз ала отырып оқыту емес, бұны қазақи түсінікпен, ұлттық танымда, ұлттық негізде аударуымыз керек. Ол ұлттық түсінікте ол былай, сеніммен оқыту, сенімділікпен оқыту деген кредиттік жүйе соған келеді. Бұл жерде осы мәселе оны ішкі мазмұнын, табиғатын, мағынасын дәл бере алады деген айтуымыз керек. Жақсы, енді осы калька аудармадан қалай құтылсақ болады? Құтылу жолдары жайлы айтсақ. Енді жаңада айттым ғой, бүкіл әлем тілдері, қазір қоғам ол калькамен тығыз байланысты. Одан біз қашып құтыла алмаймыз. Себебі тіл өз қазанында өзі ғана қайнап дамып жетілмейді. Басқа да сыртқы факторды, мүмкіндікті пайдаланады. Әрине кез келген нәрсенің екі жағы бар. Жақсы жағы, теріс жағы. Ең бірінші біз ұлттық танымда ойлануымыз керек. Ең бірінші, ең алдымен қазақи тұрғыдан ойланып барып қазақшалайтын болсақ, ол калька аудармадан біз құтыла алған болар едік. Спорт это жизнь дейтін орыс тілінде. Соны қазақшалағанда біз спорт бұл өмір дейміз. Енді бұл конструкция синтаксистік оралым дейміз, қазақ тілінің синтаксистік құрылымына жат, сай келмейді. Неге десеңіз, спорт, кідіріс, пауза бұл өмір деп айту біз үшін жат. Дұрысында ол спорт деген өмір, спорт дегеніміз өмір болу керек. Яғни бұл жерде бұл деген сілтеу есімдігі артық болып тұр. Яғни сөйлемге синтаксистік талдау жасасаңыз да, оны сөйлемнің қандай мүшесі етіп талдай алмайсыз. Осындай жаңа сөзбе-сөз аударымдар бізде өте көп. Осыны біз ескеруіміз керек. Бұл секілді мысалдарды көптеп келтіре беруге болады. Әрине. Осы сіз айтқан жаңағы жолдарды пайдалансақ, осы заңдылықтармен жүрсек, онда біз калька аударманы тиімді қолдана аламыз деген шешімге келеміз, Әрине. Оның жаңа белгілі бір мәнмәтінде, контекстте, мазмұн жағынан келіп тұратын болса, оны
қолдануға болады. Егер ол семантикалық мағыналық Қажет тұрғыдан етіп тұрса, сол сөйлемнің мәнмәтіннің мән мағынасын аша алмайтын болса, әрине ол жаңағы кемшін тұсы, осал тұсы болған болар еді. Жаңада айтып жатырмыз ғой, тиімді, дәл нақты қолданған калькаға мысал келтіре аламыз айтам. Жақында ғана өмірден өткен ұлы жазушы деп айтайық, Мұхтар Мағауиннің бір еңбегін оқып отырмыз. Сонда ұлы Гете, неміс ғалымы, демон деген сөзді басқаша қабылдаған екен. Оны біз жын, пері, шайтан деп аударып жүрміз ғой. Ол кісі оны дүлей рух, дүлей күш, тылсым күш, қуат деп аударған. Яғни мен соны, осы аударманы осылай қабылдаймын дейді Мұхтар Мағауин. Қазақша айтқанда ол бойына әруақ қонған, әруақты ер, азамат дегенді білдіреді дейді. Бұл енді мағыналық жағынан, семантикалық жағынан келіп тұр. Мен бұған өзім ананы оқи отырып, еріксіз риза болдым. Ұлттық танымға да келеді. Ұлттық танымға келеді. Біз енді оны жын, пері, шайтан деп қабылдайтынымыз рас қой, демонды. Солай қабылдайды. Шындығында олай емес екен. Яғни дүлей рух, дүлей күштің иесі ол мыңнан біреуге ғана берілді дейді. Ол Абылай, Кенесары, Абай, Шоқан секілді адамдар сондай дүлей рухтың бойына әруақ күш қуат қонған жандар деп білем, танимын деген екен Мұхтар Мағауин. Міне осы секілді сөздерді жаңағы оңтайлы алынған калька деп айтсақ болады. Жақсы. Белгілі тіл жанашыры Назгүл Қожабек мен қазақ тілінде таза сөйлейтін адам деп, калькасыз сөйлеген адамды айта аламын деп пікір айтқан екен. Осы пікірмен келісесіз? Әрине, бұл пікірмен келісуге де болады, келіспеуге де болады. Неге десеңіз, барлығы бірдей орыс тілінің негізінде ең бірінші орысша ойлап, қазақшаға аударып сөйлемейтін шығар. Ауылдан шыққан, кітапты көп оқыған, ұлттық танымды, әдебиет мәдениетті бойына сіңірген жандар негізінен қазақ тілінде ұлттық танымда тілдік дәстүрді сақтай отырып сөйлейді. Әрине, әсіресе ол ауызекі сөйлеу тілінде. Енді ғылыми негізде публистика тілінде, жаңада айттым ғой, орыс тілінен сөзбе-сөз аударып пайдалану бізде етек жайып бара жатыр. Бұны осыған біз тоқтау салуымыз керек. Сондықтан да болашақта нақты белгілі бір контекстте қолданылатын сөздердің тізбесі жасалған сөздіктер, арнайы курстар ұйымдастырылу керек. Сайттар, әлеуметтік жаңағы желіде насихатталу керек. Тіл сақшысы деген секілді, сөз зергері деген секілді, калька аудармадан қалай құтыламыз деген секілді көптеп енгізіп насихаттайтын болсақ, әрине біздің тіліміз өз иммунитетін жоғалтпай, әрі қарай дами түскен болар еді. Әрине ол уақыттың еншісінде бір күнмен, бір жылмен ғана шектелмейді. Себебі біздің тіліміз осы бір ғасырдың төңірегінде енді ғана өркендеп, қанатын кеңге жайып келе жатқан жас жаңа тілдің бірі деп айтсақ болады. Оның алдында айтқан жаңа ағылшын, орыс тілдерінің қаншама ғасырлық тарихы бар. Ол өздерін әрі қарай өңдеп, толықтырып, кемшін тұстарын зерттеп, зерделеп, саралап отырады. Біз енді сол жолдан өтуіміз керек. Осындай кемшіліктердің, олқылықтардың болуы ол заңдылық. Уақыт өте келе біз оны түзейміз. Ол үшін әрбір адамның тілге деген жанашырлығы, тілге деген махаббаты, ұлтқа деген көзқарасы өзгеру керек. Соған деген махаббаты ояну керек. Себебі тіл ол біздің жанымыз. Тіл ұлттың тарихы, тіл ұлттың негізі деп айтсақ болады. Сондықтан да әрбір ұлт, әрбір халық өзінің тілінің тазалығы үшін күреседі. Сол жолда сіз бен бізде еңбек етіп келе жатырмыз. Виктор Смағұлұлы, тұшымды жауабыңызға рахмет. Керемет сұхбат болған сияқты. Құрметті көрермен, қазақ тілінде калькасыз таза сөйлейік. Рахмет сіздерге.